Баршаңызға сәлем достар, менің каналыма қош келдіңіздер. Мен сіздермен бүгін үй жағдайында жасалынатын ұйғыр лағманының рецептісімен бөліскім келеді. Менімен бірге болыңыздар. Ал ендеше бастайық. Ең алдымен етімізді жалпақ жіңішке етіп дәл видеодағыдай турап дайындап аламыз. Және оның үстіне 2 ас қасық соевый соус қосамыз. Бұл соевый соус етке өте керемет дәм береді және жұмсақ болып пісуіне көмектеседі. Және етті таңдағанда барынша қара кесек ет болғаны дұрыс. Енді оның үстіне кристалл тұздан 1 шай қасық қосатын боламыз. Кішкене жақсылап араластырып жібереміз және оның үстіне 2 ас қасық суымызды құямыз. Осылай кішкене араластырып, етімізді маринадтап, бетін жауып, тоңазытқышқа 20-30 минутқа қойып қоямыз. Біздің бұл етіміз дайын болғанша біз қамырын илейтін боламыз. Қамырын дайындаймыз. Ол үшін бізге су қажет болады. Суымыз кішкене салқындау болғаны дұрыс. Және 1 жұмыртқа қосамыз. 1 шай қасық тұз қосамыз. Осыларды шанышқының көмегімен тұз ергенше жақсылап бір араластырып аламыз. Енді ұнымызды қосып, қамырды илейміз. Бұл жерде ұнның сұрыпы маңызды, бізде жоғары сұрып болғаны дұрыс. Ол біздің қамырымыздың жақсы үзілмей созылуына көмектеседі. Және де менің каналыма тіркеліп, видеоға лайк басып, қоңыраушаны басуды ұмытпаңыздар. Келесі видеоларымды жіберіп алмас үшін. Барынша қатты ғып илеуге тырысыңыз. Қамырымызды жақсылап илеп алдым. Енді оны салафанға орап 5-10 минутқа қалдырамын. 5-10 минут өткен соң тағы да қамырымызды алып, тағы да 1-2 қолымызбен илеп, ыдысымызды алып, қамырды осылай видеодағыдай қолымыздың көмегімен жұлып, осылай ыдысымызға саламыз. Бұлай жасауымыздың себебі біздің қамырымыз өте әдемі және үзілмей бір тегіс болып созылатын болады. Тағы да қолымыздың көмегімен қамырымызды илеп, салафанмен жауып, тағы да 20 минутқа тұндырып қоямыз. Біз осы аралықта поливкасын жасайтын боламыз. Бізге пекин капустасы қажет болады. Пекин капустасының мынандай жұмсақ жері қажет емес. Осындай қалың жерлерін кесіп алып қосатын боламыз. Және де жартылай ашты болгар бұрышы, сарымсақ бірнеше, редька, 1 дана пияз және 2 дана болгар бұрышы қажет болады. Және сельдерей қажет. Мен бұлардың барлығын жалпақ 4 бұрышты етіп дәл еттің көлеміндей турап барлығын дайындап алдым. Енді отты жағып, қазанымызға май құйып, оның үстіне майымыз қызған соң маринадталған етімізді салып қуырамыз. Осылай кішкене етімізді қуырған соң, оның бетін жауып, оттың астын пәсейтіп, жарты сағатқа өз суында бұқтырып қоямыз. Біздің етіміз жұмсақ болып пісуі қажет. Осы аралықта біз дайын болған қамырымызды
алып, оның бетін және астын майлап, сұйық маймен майлап, оқтаудың көмегімен жаямыз. Және де осындай жалпақ ыдысымыздың да бетін майлап дайындап қоямыз. Міне енді жайылған қамырымызды осылай пышақпен бірнеше бөлікке бөліп шығамыз. Міне барлығын осылай бөліп шықтық. Міне қамырымыздың қалыңдығы осындай болып шығады. Өте жақсы иленді қамыр. Барлық қамырларды ары алып, бетін жауып, шетінен осылай кішкене қолымызбен жайып жіберіп, майланған ыдысымызға салып шығамыз. Біздің қамырымыз әлі созуға дайын емес, бірінші осылай жасап шығамыз. Барлығын дәл осылай жасап шыққан соң, бетін сұйық маймен майлап, салафанмен жауып, тағы да кішкене 10-15 минутқа қойып қоямыз. Ауа кірмейтіндей осылай барынша жақсылап жабыңыздар, қамыр кеуіп кетпесін. Міне, енді біздің етіміз міне жарты сағат бұқтырылды, суы тартылды. Енді оның үстіне пиязымызды саламыз. Жақсылап пиязымыз кішкене солып өлгенше жақсылап қуырамыз. Енді бір шай қасық тұз саламыз. Бұл жерде тұзын көп салып жібермеңіздер, өйткені етте тұз бар. Оны да 1-2 қуырып жібереміз. Енді 2 шай қасық қызанақ пастасын қосамыз. Міне жақсылап оны да қуырып аламыз 1-2 минут. Енді оның үстіне 4 бұрышты туралған пекин капустасын қосамыз. 1-2 минут қуырып аламыз. Және одан соң сарымсақтың жарты бөлігімен редкамызды қосамыз. Міне қосып араластырып алдық. Оны да 1-2 минут қуырамыз. Енді сельдерейдің тек сабағын осылай турап, оны да қосамыз. Және де болгар бұрышы, жартылай ащы болгар бұрышын қосамыз. Енді осыларды жақсылап тағы да 2-3 минут қуырамыз, араластыра отырып. Және паприка дәмдеуішінен 1 шай қасық қосып жібердім. Ол өз қалауыңызша қоспасаңыз да болады. Тағы да 1-2 минут осылай араластырып қуырамыз. Енді үстіне 1 келкі болатындай етіп су құямыз. Су құйып шықтық. Су қайнаған соң оның бетіне сельдерейдің жапырақтары мен жарты сарымсақтың бөлігін алып қалған болатынбыз. Міне осыны бетіне салып жібереміз. Кішкене суға батырып, осылай араластырып жібереміз де, бетін жауып, отты өшіреміз. Міне біздің подливкамыз дайын болды. Енді қамырымызды созуға кірісеміз. Міне біздің қамырымыз кішкене жұмсарып, созуға дайын тұр.
шетінен осылай алып майлаудың қажеті жоқ, өйткені біз үстіне май жапып шықтық. Осылай қолымызбен екі жаққа тарта отырып жайып шығамыз. Немесе бір қолыңызбен қамырды ұстап, екінші қолыңызбен жайып созамыз. Міне қамырдың шетіне келген кезде біз екі қолымызбен де жайып жібереміз. Сонда қамырымыз бір келкі тегіс болады. Бір жері қалың, бір жері жұқа болмайды. Міне осылай, түк те қиындығы жоқ, осылай қолымыздың көмегімен созып шығамыз. Міне осылай қамырымызды орап, бір басын осылай бетіне қоямыз. Өйткені шатасып кетпеу үшін. Және оның бетін кішкене сұйық маймен майлап қоямыз. Міне барлық қамырды осылай жасап шығамыз. Біздің қамырымыз ары қарай әлі созуға дайын емес, жіңішке қылып созуға. Өйткені үзіліп кетуі мүмкін. Ол кішкене тағы да 5-10 минут тұру қажет. Сонда ол толық созуға дайын болады. Міндетті түрде осылай созып шыққан қамырларыңыздың бетін майлап, және үстінен салафанмен жабуды ұмытпаңыздар. Міне барлық қамырды дәл осы әдіспен жасап шығамыз. Міне барлығын осылай созып, бетін майлап жауып қойдым. Енді бірінші созған қамырымыздан алып, ары қарай тағы да созамыз. Енді әркімге әртүрлі созған ұнайды, бірақ маған барынша жіңішке болған ұнайды. Өйткені ол суда піскенде кішкене қамырымыз біздің ісінеді. Міне осылай тағы да жіңішкертеміз. Міне қарасаңыздар, қандай айырмашылық бар, қалың, мынау кішкене жұқарып тұр. Уже біздің қамырымыз барынша жұқа қылып жаюға дайын. Міне бір қолымызбен қамырды ұстап, екінші қолымызбен осылай созамыз. Қатты күш салудың қажеті жоқ, қамыр өзі әдемі болып созылады. Міне дәл видеодағыдай жасап шығамыз. Шетіне келген кезде екі қолымызбен созып жайып жібереміз. Міне енді қамырымызды осы бас бармаққа іліп, екі қолымызбен қамырымызды жинап шығамыз. Міне қарасаңыздар, бас бармаққа іліп алдым. Екіншісінде осылай дәл видеодағыдай қолымызға қамырдың барлығын жинап шығамыз. Және қамырымызды қолымызға жинап алған соң, үстелдің үстіне осылай кішкене соза отырып, бір-екі ұрып жібереміз. Міне біздің қамырымыз пісуге дайын. Мен қамырды созып бастамас бұрын суға тұз салып қайнап қойған болатынмын. Осы қайнаған суға саламыз. Және таяқшаның көмегімен кішкене араластырып жіберсеңіздер болады. Және қамырды көп қайнатудың қажеті жоқ. Міне осылай қамырды суға салғаннан кейін, суымыз қайнаған соң, 1-2 минутта бірден судан қамырымызды аламыз. Міне суымыз қайнады, енді қамырымызды аламыз. Маған осылай қамырдың ұзын болып піскен ұнайды. Егер сізге олай ұнамаса, қамырды судан алған соң пышақтың көмегімен бірнеше жерінен жаңағыдай кесіп тастасаңыз болады. Міне ыдысымызға салып алдым және бетін осылай сұйық маймен майлап шықтым. Егер сізге олай майлы болғаны ұнамаса, салқын суға салып алсаңыз да болады. Міне таяқшаның көмегімен кішкене араластырып жібереміз. Міне біздің қамырымыз дайын болды. Енді ыдысымызға салып, үстіне
подливкасын құйып, осылай үй жағдайында жасап жесеңіздер болады. Өте дәмді болып шығады. Ұйғыр лағманынан ешқандай да кем емес. Астарыңыз дәмді болсын.